Сәлеметсіз бе, депозит ештеңе жоқ болса, алуға бола ма? Жасқа байланысты ма дейді. Сәлеметсіз бе? Егер де сіз отбасы банк арқылы үй алғыңыз келсе, онда депозитсіз сіз үй ала алмайсыз. Өйткені сол депозитке сіздің алғашқы жарнаңыз құйылу керек. Ол бір. Екіншіден, депозитте сіздің көрсеткішіңіз болу керек. Ол екі. Көрсеткіш қашан пайда болады? Егер де сіз жаңадан ашылған депозитке 50% салып қоятын болсаңыз, онда 6 айдан кейін сіздің депозитіңіз піседі, және де сол депозитпен үй рәсімдеуге болады. Екінші сұраққа келетін болсақ, жасқа байланысты ма дейді. Депозитті бала туылғаннан бастап ашуға болады, және де жасқа қарамайды. Бірақ ипотеканы рәсімдеген кезде 18 жастан бастап ипотеканы рәсімдеуге болады, және де 64 жасқа дейін. 64-тегілер соңғы жыл ипотеканы рәсімдеуге болады. Ал достар, сіздер тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.